Сәлем достар, бүгінгі тақырып 7 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы айтатын боламын. Достар, ең алдымен әдеттегіндей каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Подписаться деген батырманы басыңыз. Мен айтудан жалықпаймын. Мүмкін жаңадан көріп отқандар бар шығар мына видеоны. Енді келіп. Сондықтан каналға тіркеліп кетуіңізді сұранамын. Және де осы видеоға лайк басыңыздар достар. Ендеше видеомызды бастаймыз. Достар, 7 айлық баланың салмағы ұлдарда 7-1 және 9-1 килограмм аралығында, қыздарда 6-8, 8-9 килограмм аралығында болады. Жалпы бойы ұлдарда 65-71 сантиметр аралығында, қыздарда 64-70 сантиметр аралығында болады. Достар, жалпы 7 айлық нәресте не істей алады? Бала 7 айында қандай қимылдар істейді? Жалпы 7 айында бала уже отырады смело, еңбектейді, уже ойыншықтарды ұстайды. Бірақ отырмайтын балдар бар, еңбектемейтін балдар бар, ойыншықты ұсынсаң ұстамайтын балдар бар 7 айында да. Бірақ ойыншықты қызығады, талпынады ұстауға. Ол әр бала әртүрлі дамиды деген сөз, достар. Сіз өз балаңызды басқа баламен салыстырмаңыз. Жалпы қалыпты жағдайда айтып отқаным, бала 7 айында отырып еңбектейді негізі қалыпты жағдайда. Әр бала әртүрлі дамиды. Өз балаңызды басқа баламен салыстырмаңыз. Мысалы, қандай жағдайда отырмайды? Мысалы, отырмайтын балдар бар, еңбектемейтін балдар бар, ол қорқатын жағдай емес. Жаңа айтқанымдай, мысалы, шала туылған балдар болуы мүмкін, мерзімнен ерте, мерзімнен бұрын деген сияқты шала туылған балдар да кішкене кеш дамиды қатарынан қарағанда. Перебес балдар болады. Кеш аунайды, кеш отырады, кеш еңбектейді деген сияқты перебес балдар болса да, сонда кішкене қатарынан кеш дамиды. Егер бала 7 айда отырмаса, онда ол массаж және физиотерапия жаттығуларын алу керек. Әрине дәрігердің нұсқауымен. Егер бала уже 10 ай, бірақ отырмайды, еңбектемейді, ондай жағдайда дәрігерге міндетті де қаралу керек. Баланың денсаулығында қандай да бір ақау бар деген сөз. Д3 витамин жетіспеушілігі, рахит болуы мүмкін, гипоксия деген сияқты оны дәрігерлер шешеді. Сондықтан дер кезінде балаға массаж, плюс физлечениені тек дәрігердің нұсқауымен аласыздар. Жалпы электрофорез физлечение баланың отыруына да жақсы көмегі бар. Түсінікті ғой да? Тамақтануына келсек, бала уже 7 айында смело тамақ жей береді, бірақ әртүрлі берген тамағыңызды жей бермеуі мүмкін. Сондықтан таңдап жейді. Өйткені ол енді бұрын жеп көрмеген тағамдары жай беріп үйретсеңіз болады. Бірақ достар, баланың тамағына тұз немесе шекер, қант қоспау керек. Көптеген балалардың 4 айдан кейін тісі шыға бастайды уже. Алайда алғашқы азу тістері 7 айдан кейін пайда болады. Алғашқы тістердің жарылғалы тұрғандығын байқай аласыз. Алғашқы тістердің жарылғалы тұрғанын байқай аласыз. Сондай-ақ сіздің балаңыздың сілекейі әдеттегіден көбірек бөлінуі мүмкін. Сілекейі көп ағып жатыр дейміз ғой. Уже 7 айдан бастап сілекей көбірек бөлінеді. Сонымен қатар ол ашуланшақ және көзі жасқа толы болуы мүмкін. Тістің жарылуы кішкентай нәрестелерде қатты болады, қатты мазалайды. Болады уже тістің жаруы да. Температура береді деген сияқты. Ауруды басатын анестетикалық кремдерді немесе дәрі-дәрмектерді дәрігердің бақылауымен ғана қолдану керек. Егер бала нормадан сәл артта қалса, асықпау керек. Ол міндетті түрде өз қатарына қуып жетіп алады да. Түсінікті ғой, әр бала әртүрлі жетеді дедім, өз қатарына жетіп алады по-любому. Солай, жалпы балаңызды басқа балалармен салыстыруға, оның дамуын қатаң медициналық стандарттарға итермелеуге болмайды. Сабырлы болу және нәрестеңізге көбірек уақыт бөлу маңызды. Солай достар, бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Ең алдымен достар, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Міндетті түрде және де осы видеоға лайк басуыңызды сұраймын. Достар, сосын комментарийға сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Келесі тақырып міндетті түрде 8 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы айтатын боламыз. Одан бөлек қандай дәрігерлермен сұхбат жүргізгенімді қалайсыз достар? Алдағы уақытта дәрігерлермен сұхбат жүргізгім келеді. Комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіз достар. Сіздің пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Сау, сәлеметте болыңыз.